Осы 6 тағамдар асқазанды құртады, асқазанның жауы. Және де видеоның соңында асқазанның емін айтатын боламын. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыз. Статистика бойынша әлем халқының 80% асқазан ішек жолдарымен ауырады екен. Дәрігерлер оның себебін адамдардың дұрыс тамақтанбауы деп айтады. Сонымен асқазанға өте зиянды, асқазанды құртатын асқазанның жауы ол бірінші орында кока-кола, тәтті газдалған сусындар, екінші фастфуд өнімдері, лаваш, шаурма, фри бургерлер, үшінші шала дайындалған ет өнімдері, шұжық, сосискалар, консервілер, төртінші жылдам дайындалатын сорпа, кеспе, доширак, роллтон тағы басқа, бесінші дайын саустар, майонездер, дәмдеуіштер, алтыншы маргарин, ұзақ уақыт сақталған балмұздақ, шоколад, батондар, жұмсақ шайнауға келетін кәмпиттер. Бұлардың барлығы да құрамында зиянды майлар, қоспалар, химикаттар, тұз, қант, консерванттар мөлшері өте көп. Асқазанды құртатын тағамды айтып кеттік. Енді емін айтатын боламын. Емдеу үшін мен жақсы кеңес беретінім ол емдік шөптер, табиғи шөп, кәдімгі кептірілген шөп, арнайы сбор бар. Ол сбор асқазанды емдейтін сбор бар. Бұның кез келген ауруға бар, мысалға бүйрекке, бауырға, тағы басқа. Мен сіздерге көрсетіп отырғаным бұл кептірілген шөп асқазанды емдейді. Гастрит, язва желудка, келішек, асқазанның қышқылын қалпына келтіреді және ішектерді емдейді. Бірінші тазалайды, сосын емдейді, содан кейін барлық ағзаның иммунитетін көтереді. Бұны үзбей ішу керек. Дайындалуы: бір үлкен қасық емдік шөптен аласыз, алып, сосын банкіге дайындаған дұрыс. Банкіден ішіп отырасыз ғой, стаканға құйып. Бір үлкен қасық емдік шөп аласыз, оның үстіне ыссы қайнаған су құясыз. 0,5 жарты литр қайнаған су. Сосын оны 30 минутқа бұқтырып қоясыз. Банкінің қақпағын жауып 30 минут тұру керек. Дайындалу осы өте қарапайым, үзбей 3 мезгіл ішіп тұрасыз. Бір ай ішесіз, сосын бір апта тоқтатып, сосын қайта жалғастыруға болады. Гастритке бір ай ішсе жақсы, нормально, қалыпты. Ал егер сізде жара болса, асқазанда язва болса, онда 2 ай, 3 ай ішкеніңіз дұрыс. Ішуге болмайтын жағдайлар: 12 жасқа дейінгі балаларға, аяғы ауыр келіншектерге және де емізулі аналарға ішуге болмайды. Және де емдік шөп, яғни шөпті іше алмайтын адамдар болады, сезімтал, жақпайтын, былай айтқанда бір сөзбен, оларға ішуге болмайды. Бұл емдік шөпті алу үшін описанияға номер жазып кетемін. Сол жерден толығырақ білсеңіз болады. Ал осымен пайдалы видеом соңына келіп қалды. Каналыма тіркеліп кетіңіздер. Егер тіркелмеген болсаңыз, лайк басып және комментарияға қандай гастрит па, язва ма, қалай асқазаныңыз ауырады, сол туралы жазып кетсеңіз болды. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, қазақ елі аман болсын.